түсті. Мөлдір, үй тапсырмасын оқи қойып. Орнынан тұра қой. Менің атауым Қазақстан. Мен өзімді қазақ екенімді мақтаныш көремін. Қазақстан өте әдемі жер. Бізде тәуелсіз Қазақстанымызда әдемі таулар, қала. Қазақстанның азаматы болу және өзіміздің мемлекеттік тілімізде сөйлеу. Біздің қазақ тіліміз басқа тілден қарағанда өте жағымды естіледі. Ол бақтияр, иә? Менің отаным Қазақстан. Менің кіндік қаным тамып, алғаш аяқ басқан, алғаш ана деп күлім қаққан киелі жерім ата мекенім бар. Ол тәуелсіз Қазақстан, яғни мен Қазақстан Республикасының азаматымын. Ер татулығы, ел татулығы демекші Қазақстан Республикасы әлемде татулығы мен ұлт аралық бірлігі жарасқан ел ретінде танылған. Елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында жыл өткен сайын еліміз қарқынды дамып келеді. Қазақстандай дарқан. Атауы жаңағы тұрақтылықтың басты кепілі татулық пен келісім. Соған байланысты мен сендерді 3 топқа бөлдім. Бірінші топ бізде бірлік тобы, екінші ынтымақ тобы және де татулық тобы. Ақпанның 9-ы деп бүгінгі күннің жарын жаза қойды. Ұлттық тұтастық, ұлттық өркендеу халықтар арасындағы келісімге негізделеді. Ғанымен ешқашан өзгені өзегінен теппеген. Және біріктіруші күш. Жақсы, рахмет. Кепіл деген сол орыс тілінен аударғанда гарантия деген мағынаны білдіреді. Ал гарантия дегеніміз ол бір нәрсені алатын бұрын, ол сізге уәде береді. 5 жылға немесе 2 жылға дейін уәде береді. Сол кепіл дегеніміз сол. Аха. Сосын тағы да кім қандай түсінік? Аха. Синоним. Ол дос, адал, адалық. Ол достық, бірлік, ынтымақтық және ұйымшылдық. Немесе бір кейіпке Еліктеу мақсатынан туады. Аха. Жібек. Күрделі болып бөлінеді. Дара ол бір сөзден, ал күрделі ол 2 немесе 3 сөзден тұрады. Мысалға дараға тарс, ал күрделіге болса тарс-торс. Сөздердің тұлғасына қарай нешеге бөлінетіндігін және қалай жасалынатындығын білетін боламыз. Ал енді дайын болсақ кеттік. Еліктеу сөздер негізінен тұлғасына қарай бізде 2 түрге бөлінеді. Негізгі және туынды еліктеу сөздер. Негізгі еліктеу сөздер бөлшектеуге келмейтін түбір сөздер арқылы жасалынады. Олар мысал келтіріп өтсек, туынды сөздер. Туынды сөздер бізде түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалынады. Жұрнақтарын көріп отырсыздар. Аң, ең, ың деген сияқты жұрнақтар арқылы жасалынады. Мысал қисаң, ел, ең, ыржың деген сияқты мысалдарды келтіріп өтсек болады. Қалқиған 2 құлағы елеңдеп қорқып тұрады. Бұл қоян, туынды еліктеусіз елеңдеп деген. Өйткені ең жалған. Түрі жаман жырғиған. Ол аю, ал туынды ол тарпан, оған және ол аң ол жұрнақ болып есептеледі. Жақсы, жарайсыңдар. Енді 3-ші топ. Желмен ұшып кетеді, жер түбіне жетеді. Ол бұлт. Және де көлбен ол күрделі туынды еліктеу сөзі. Көл ол түбірі болса, ең ол жұрнақ. Бір-біріміз тыңдаймыз. Әнін ашасыңдар. Түсінікті ғой, тапсырма. Апайсыңдар. Апай, дәптерге шыққан жауабында. Әр мақалдың әр топ мүшесі соның мағынасын ашады. Екінші топ. Жеріміздегі ең табылмас байлық болады, және де әр ел тату болса, сонда біздің еліміз бейбіт болады. Жақсы, жарайсың. Іштен шыққан жау-жауы. Аха. Мағынасын түсіндіре ғой. Ол сырттан келген жадағайға іштен шыққан жау-жауы дегені сол. Арада бір сатқын болады, сол бүкіл сырттан келген жауларға айтып береді сол оқиды. Аха. Жақсы, жарайсың. Бақтияр айт. Ынтымақ болмай бірлік болмас.
сен бір ештеңе істей алмайсың. Например, мысалы сен топпен топтас жұмыс істесең, сен тез бітіресің. Ал егер сен өзің жолын істесең, әрең отырады. Әрдайым жақсылық болады және Жақсы, рахмет. Амелия. теңге тиыннан құралады. Теңге тиыннан құралады деген ол мысалға көп адам біріксе, ол жақсы бір мемлекет шығады деген сияқты. Ырыс алды береке. Раскрою арқылы берекеміз. Егер бірлігі жоқ ел тозады, ол бірікпесе, ұйымшыл болмаса, біріксе, ұйымшыл болса, онда сол бірлігі жоқ елден бірлігі бар ел ұзады. Жарайсың, рахмет. Ал енді Ерасыл оқы. Ал енді оқушылар, біз жаңа біздің айтамын енді. Мысалға, татулық істеп жатқан есіме түседі. Және де барлық адамдардың бір-біріне көмектесіп жатқаны түседі. Өзімнің отаным және деген бір-біріне көмектесіп, бір-біріне көп көмек көрсететін халықтар түседі. Себебі адамдар деген қандай Біріккен ұлттар ұйымы есептелген, өйткені бүкіл онда бүкіл елдер сол біріккен ұлттар ұйымының ішіне кіреді, иә? Бүгін бізде бірінші топ өте белсенді. Қараңдар, мынаған, мынау бізде не? Инстаграмда білесіңдер ме? Я тағы қарайын деп сақтап қоясың, иә? Ау. Ойламайтын жер екен. Мынау не? Мынау не біз? Løppel ма? Løppelді қай кезде басасыңдар? Қалай атмосферада суретке түскені. Аха, жақсы, рахмет. Пікірде сендер не жазасыңдар? Пікірлер адам қуанып қалатындай. Өзіңнің мнениеңді жаз. Негативті ойларыңды да ойын шығарып жаз. Ал енді қазір кейбір адамдар жазады, кейбірі жазбайды. Ал енді қазір сендер жазу керексіңдер соны. Енді қазір маман жағын осы комментарийге жазасыңдар. Содан кейін қараңдар. Егер де сабақ ұнаса, лайк басасыңдар. Лайктың қалташасына саласыңдар, комментарийдің қалташасына саласыңдар. Содан кейін ұнаған қараңдар. Сохранитке, яғни сақтауға, избранныйға топ болып сабақтың ең қызық болған жерін жазасыңдар. Түсінікті, иә? Қазір мен сізге Надо не жазать. қызы салтыбай жамалым дешеш. Келесіде бұдан да қызық шықырман болады. Орман адаш жүрмейсіңдер. Енді мейсіңдер. Көрсетші жұлдыз неше қойса? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, сендерде неше? Ал келіңдер, 9 алғандар бірінші келіңдер. Olmadı mı? Әдетсізді. Mınao olmadı. Так шалтын сен. Ана Aslan bakır vatan gizlisin. Hadi nasıl olacak? Olmasa gelin. Olmadı. 8'ler келіңдер. Kaybettim. Ne oldu? Herkes nazar mı bastırayım? Ya kızık bu. Direkt kaçtı. Abi biz gidelim.
ютубта жүресіңдер ей. ютубқа салмаймыз ғой. Тас салайын ба? Маған қарашы. Кешіп істетесің. Сабаққа мынандай тапсырма сендерге үйге. Келесі сабаққа тағы да ашық сабақ өткізетін шығармыз мүмкін. Мүмкін емес, айтамын ғой. Суретке салайық, балалар.